Қайырлы күн достар, әріптестер, бүгінгі біздің кезекті әдет подкастын бастаймыз. Сіздермен әдеттегідей журналистер Жолдар Сөзбай және әріптесім Ақсәуле Әлжан. Бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз осыдан бірнеше апта бұрын шыққан сұхбат төңірегінде болады. Есіңізде болса, бұған дейінгі бір подкастымызда да біз сұхбатта айтылған әйел құқығына қатысты болған еді. Бұл да соған ұқсас. Бұл жерде белгілі журналист Жанар Байсеміз есімді әріптесіміз өзінің YouTube арнасына көлемді сұхбат жариялаған. Сұхбатта өзін сопылық ағымының өкілі деп айтатын дін өкілі есімі Құрбанәлі Ахмет деген кісі. Оларды иман емес, ишан деп атайды екен. Сол кісінің көлемді сұхбат шыққан. Сол сұхбатында негізі оның сұхбаттың контексті өте кең екен, бірақ арасында әйел құқығына қатысты бірнеше эпизод бар. Сол жер қоғамда қысу талқыланып, үлкен дау туды. Біз соның қазір этикалық тұрғыдан қандай қателіктер жіберілді, бұл жерде журналист қандай позицияны көбірек көрсету керек еді, және этикалық шешімдер қандай болу керек, сол төңірегінде айтамыз. Ақсәуле? Иә, рахмет Жолдас. Бұл сұхбатты қазір бұрын көрмеген болсаңыздар, қазір ол қысқартылған түрінде YouTube арнада тұр. Өйткені біреуімше қонаққа да журналистке де айыппұл салынып, сосын олар ол сұхбаттың даулы жерлерін кесіп тастағанға ұқсайды, бірақ дәл қазір біз сақталып қалған видеоларды осы жерге қойып, сол үзіндіні қойып тыңдап жіберейік. Ақмақсың ғой, мен саған бай тауып берейін деп бір өзімді жақсы шәкіртіме үйлендірдім кейін. Қойыңызшы. Хазірет, кешіріңіз, қалай сонда өзіңіздің әйеліңізді шәкіртіңізге әйел қылып бере салдыңыз? Енді ол өзі соны талап етіп отыр. Шәкірттердің арасында біреуін таңда. Қалағаның емес, соны некелеп, тойыңды жасап берем деп үйлендіргем. Үшінші әйел не үшін керек болды сізге? Енді олар кетті, үлкен әйелім кемпір болып қалды, одан кейін өзімнің кейінгі әйелім бір қызметке жас. Бұл жерде енді жалпы екі мәселені бөліп қарасақ болатын сияқты. Бұл жерде этикалық шешімдер, бұл енді лайф интервью болмағаннан кейін монтаждау мүмкіндігі бар ғой журналистің. Соған қатысты да сын айтылды да. Мысалы, журналист сұхбатты алып болғаннан кейін монтаж кезінде бұл әйел құқығына қатысты дисклеймер беруіне болар еді, немесе уже кесіп тастауына болар еді. Мұндай қоғамдық көзқарасқа қайшы келетін, немесе әйел құқығына қайшы келетін бөлігін жалпы мұндай эфирге шығару қаншалықты этикалық тұрғыдан дұрыс деген сұрақ болды. Сіз қалай ойлайсыз осыған? Сөзіңізді бөліп жіберейінші. Негізі бұл жерде қазір пабликтер шулатып айтып кетті. Орыс тіліне аударғанда әйелін сыйлап жіберіпті біреуге, подарил свою вторую жену деп кетіп жатыр да. Бірақ шын мәнінде мен мұқият тыңдап шықтым. Бұл жерде Құрбанәлі Ахмет мен сыйладым деген сөз айтпайды. Ол айтады, мен түсінігім бойынша, ол кісі айтады, екінші әйелім болды, екеуміз ұрыстық, сосын ол айтты, маған басқа күйеуге тием деп айтты деді. Сосын мен қорықтым, сен көшеде қаңғып қаларсың деп, сосын мен бір сүйікті шәкірттерімнің біріне өзім таңдап күйеуге тигізіп бердім, тойын жасап бердім дегенге келтіреді де. Сол жерде Жанар таңғалады. Қалай сіз, қойыңызшы, мемге айналып кетті, әдем қатыр солтты. Қойыңызшы, қалай сіз тірі жанды басқа біреуге бере саласыз деген сияқты. Сол сұрақтан кейін ба осындай жаңа сыйлады деген бір қауесет шығып кетті, бірақ шын мәнінде сыйладым деген сөз болған жоқ бұл жерде. Соны айта кетейік. Және бұл жерде жаңағы екінші әйел өз таңдауымен, өз еркімен бұдан бас тартып басқа күйеуге шықты дегенге келтірді. Тек мен жақсы жолдас тауып бердім дегенге келтіріп тұр бұл жерде. Айта кететін бір нәрсе. Дұрыс айтасыз. Негізі сөздердің интерпретациясы үлкен рөл ойнайды ғой. Бұл жерде көп медиа ресурстар тоқалын сыйға тартқан деген тақырыпты шығарды да. Қателеспесем, тоқал деген сөз де айтылған жоқ. Бәйбіше деген жоқ, қабырға деп сөйледі.
маған да бұл өте қызық болып көрінді. Ол бірінші айтты, менің қабырғаларым бар деп, сол жерде Жанар журналист ретінде, қабырғаларыңыз деп, сосын ары қарай алып кетті. Бұл жерде жолдас, негізі мен осы жерде сізбен кішкене келіспеуге тырысып көремін, өйткені дәл осы кейсте Жанар Байсеміз журналист ретінде бір үлкен этикалық кодексті, этикалық ережелерді бұзбаған сияқты. Өйткені бұл өте үлкен сезімтал тақырып, негізі дін мәселесі, ол өте сезімтал тақырып. Оған жаңағы ойланбай, бір қалай болса солай қарай қалуға болмайды. Өйткені ол сұхбатты көретіндер жаңа Құрбанәлі деген оны пір деп есептейді екен, кейбіреулер ұстаз деп есептейді екен, яғни олардың үлкен құрмет тұтатын тұлғасы екен. Мен бұрын ол кісі туралы естімеген, бірақ сопы дінін ұстанатындардың, сопылықты ислам діні ғой, енді сопылық бағытын ұстанатын адамдардың арасында өте бір сыйлы адам екен. Және Жанар журналист ретінде осы сезімтал тақырыпты барынша нәзік және мұқият қарай алды деп есептеймін өзім. Өйткені ешқандай да бір әлгі шекесінен қарау, жоғарыдан қарау, немесе мысқылдау мен ол жағынан көрген жоқпын, Жанардың жағынан көрген жоқпын. Ол сондай өте бір мұқият сұрақтар қойып отырды. Сұхбаттың барлығын тыңдап шықтым. Негізі Жанар Қазақстандағы ислам дінінің қай жаққа бағыттап дамып бара жатқандығын анықтағысы келген сияқты болып көрінді. Вахабистер, салафиттер туралы сұрады. Қазақ халқының жаңағы аруаққа сенеміз деп, оны кейін мұсылман дініндегілер ширк деп айтатын сияқты сондай бір даулы мәселелерді көтеріп, оған бір сарапшы, эксперт ретінде қарағысы келді ме? Сондықтан меніңше журналистің бұл жерде этикалық қандай да бір үлкен кодексі бұзғанын байқамадым. Жолдас, сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерде кәдімгі спикердің енді әйел құқығына қатысты, әйел құқығын төмендететін элементтер бар көзқарас айтқан кезде журналист оған жалпы адам құқығы тұрғысынан қарсы сұрақтарды күшейтіп беру керек еді деп ойлаймын, этикалық тұрғыдан. Мысалға бұл жерде қойыңызшы, сіз қалай жаңағы әйеліңізді басқа біреуге жаңағы қалай бере салдыңыз деді ма? Тұрмысқа бере салдыңыз деді ма? Тұрмысқа бере салдыңыз деген мағынада берді. Яғни ол сұрақ менің ойымша әлсіздеу журналист тұрғысынан, себебі бұл жерде әйелдің құқығы сізге қалай, сонда сіздің көзқарасыңызда әйелмен тең бе, бұлай жаңағы өз әйеліңізді басқа бір ер азаматты тауып шәкірттеріңіз арасынан бере салу деген қалай түсінуге болады деп, соны тереңірек зерттеуге тырысуға болар еді. Немесе бұл көзқарасты редакция құптамайды деп астына қысқа дисклеймер беруіне болар еді. Немесе жаңағы болады ғой, мысалға дәл сұхбат кезінде сіз мұндай контекстті күтпедіңіз. Сол кезде журналист мүмкін өзін тез жинақтап сондай чаллендж қоятын сұрақтарды қоя алмаған болуы мүмкін, сұхбат өтіп кетті делік. Ол кезде сіз монтаж кезінде ең болмағанда андай кадрдан тыс мәтінді дыбыстау арқылы қысқа ғана контекст беруге болады. Өз екі ғана сондай вариант бар. Біреу сол адам құқық тұрғысынан былай күшейтетін, қарсы пікір білдіретін сұрақ беру баланс үшін. Екіншісі, сол сұхбат өтіп кетсе, оған контекстте қысқа беру. Мысалы, Wall Street Journal оны үнемі солай жасайды. Wall Street Journal мысалға бір кісімен сұхбат алып отырса, оның сұхбаты өте қысқа болады әдетте, бір 15-17 минут, бірақ арасында ол кісінің айтқан пікіріне қатысты контекстті закадровый текстпен беріп отырады. Бұл менің ойымша ұтымды әдіс. Бірақ Жанардың форматы ондай болмауы мүмкін ғой, ондай формат болмауы мүмкін ғой, ол мүмкін. Әрине, ол форматы өзгеше болуы мүмкін, бірақ бұл этикалық оң шешімдердің бірі деп айтуға болады да. Бұл жерде журналист жеткілікті деңгейде адам құқығына қатысты мәселе көтерілгенде қарсылық танытпауы, соған қатысты қуатты сұрақтар қоймауы, бұл журналистің де жаңағы көзқарасы, ойы сол кісінің ойымен үйлесу ықтималдығын көрсету мүмкін де, бұл қоғамды адастыруы мүмкін. Сізге жылда сіз келіспеуге тағы да рұқсат етіңіз, өйткені мысалға 2 әйел немесе 3 әйел, 4 әйел алу, ол адам құқығын тапталу екенін көзі қарақты көрермен біледі, кез келген адамға өйтіп түсіндіріп айтып керегі жоқ. Екінші әйел алғанда ол жаңағы оның құқығы тапталады, неке және отбасы заңы бойынша оның құқықтары ешқандай қорғалмайды, одан туған балаларда ешқандай құқық жоқ, оның барлығы түсінікті.
меніңше Жанар бұл жерде журналист ретінде әлгі орысша айтқанда явный дейді ғой, яғни ешқандай жаңа түсіндіруді қажет етпейтін нәрсе деп ойлаған болуы мүмкін. Өйткені онсыз да түсініп тұр, әйел адам оның таңғалғаны реакциясының өзі табиғи түрде қалайша ол адамды зат ретінде біреуге сыйлай салу деген сияқты. Ол бұл жерде өте бір үлкен бір қыл көпір сияқты нәрсе болды. Өйткені бір жағынан бүкіл мыңдаған адамдар сыйлайтын ишан деп, пір деп айтады екен сопылықта, ұстаз деп сыйлайтын адамға сыйластық көрсету керек болды, құрмет көрсету керек болды. Екінші жағынан өзінің ішкі жаңағы бұл әйел адамды бере салу деген сияқты ойға сыймайтын нәрсеге өзінің келіспейтіндігін де көрсетті. Бірақ осы жерде жаңағы былай тартсаң өгіз өледі, былай тартсаң арбасына аттың кейпі болмасын деп, меніңше солай жаңағы өзінің таңғалысын ғана көрсетіп қойған сияқты. Өйткені қоғамда бар нәрсе екені рас қой. Мысалға, заң бойынша 2 әйел алуға болмайды, бірақ қоғамда 2 әйел алатындар бар. Сосын ол меніңше осы сұхбат арқылы әдейі алдын ала ойламаса да, бірақ осы сұрақ алдына келген кезде ары қарай қою арқылы қоғамда болып жатқан бір келеңсіз жағдайлардың бетін ашып отырған журналист ретінде мен жақсы жұмыс жасады деп ойлаймын негізінде. Сондықтан мен Жанарды бұл жерде қорғап отырғаным. Иә, бұл жерде қазір мен видеоны өзін ашып көре салайыншы. Бұл жерде не болды тағын? Жаңағы астындағы титрда сол әйел тайм-кодта сұрақ болды, оны кесіп тастаған сияқты. Міне, әйелдің қоғамдағы рөлі тең бе, төмен бе деген сұрақ болған екен. 1 сағат 50 минут өткенде. Бірақ ол жер кесіліп тастаған. Соған қарағанда бұл жаңағы үкіметтен салынған айыппұлдың талабы болса керек, кесіп тастау керек деген. Бірақ жаңағы байсеміз сұрақ қоймады деп айта алмаймыз. Демек, әйелдің құқығы төмен бе, тең бе, төмен бе деген сұрақ болған. Бірақ қандай жауап берілді білмеймін. Иә, өкінішке қарай кесіп тастапты. Айта кететін нәрсе, мен тағы да әлеуметтік желіде бірнеше пост көрдім, заңгерлердің тарапынан жазылған. Олар айтады, Жанар Байсемізді бұл статьямен айыппұл салу бұл ешқандай ештеңеге сыймайды дейді. Өйткені бұл бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды бұзған жоқ олар. Олар жаңағы айыппұлдың өзінің статьясы дінге қатысты. 490-шы әкімшілік кодексінің 490-шы бабы, ол жерде діни әрекеттерге қатысты заң бұзу болу керек. Иә, осы жерге жазып қоямыз. Біреуімше сонда барлық заңгерлердің және медиа құқық мамандарының айтуы бойынша бұл жерде Жанар Байсемізді ешқандай да бұл жерге айыппұл салуға ешқандай орны жоқ. Ол керісінше барып оған апелляция да беруге болатын сияқты, өйткені ол ешқандай заңды бұзған жоқ. Мен өзім өйткені кез келген журналист сұхбатқа шақырған адамның аузынан шыққан сөзге жауапты емес қой. Өйткені егер Құрбанәлі Ахмет оны бұзып отырса, дінге қатысты бір заңда, оның жерде Жанардың қандай қатысы бар деп айтқым келіп отыр да. Жалпы осы тенденция соңғы кезде мазасыздық тудырып отыр көп адамдарда. Ботагөз Омарованың да осындай оның сұхбат алған адамдары айтқан сөз жалған деп, сол арқылы журналистті қазір жазалап, оны 2 айға үй қамаққа алды. Мысалға тағы белгілі журналист Ботагөз Омарова, менің бұрынғы әріптесім. Сол сияқты жағдайларда меніңше біз жолдас айтуымыз керек сияқты, журналистика туралы подкастта біз онымен келіспейміз. Журналист өзінің жұмысын жасауда біреудің айтқан сөзі үшін оларды жазалауға ешқашан болмайды. Бұл жерде, иә, дұрыс айтасыз. Журналистер және ақпаратты таратушы институттар халықаралық журналистердің этика стандарты бойынша жаңағы спикердің немесе сол контекст берген азаматтың ақпаратына қатысты оларға іс қозғалмау керек стандарт бойынша. Егер журналистің өзі сол контекстке араласып, соны жаңағы бір хейт қылмыстың немесе бір жек көрінудің тарап кетуіне өзі ықпалдасып жатса, мысалға, онда ол уже басқа контекст. Бірақ спикер келіп өзінің бір көзқарасын айтса, ол көзқарас қоғамда дау тудырса, оған бірге қосып журналисті айыпқа алу негізі дұрыс емес. Бұл сөз бостандығын шектеу деп қабылдау керек деп ойлаймын. Бізде дұрыс айтасыз, қоғамда Ботагөз Омарованың кейсі, көп кейстер болды ғой, барлығы осы сөз бостандығы шеңберінде қаралу керек еді, өкінішке қарай.
Жолдас, сосын тағы бір мәселе айта кететін. Бұл жерде мысалға этика қай жағынан бұзылды деп сұрап отырғаным бұл сұхбатта. Мысалға журналист дін сияқты тақырыпты қозғаған кезде ол сол дін туралы бір анықтайтын сұрақтар қойып отырады, иә, өйткені оқырманға, көрерменге түсіндіру барысында даулы сұрақтар қойып отырады. Бірақ өзі уағыздамайды ғой. Бұл жерде мен Жанардың жағынан дінді уағыздау жағын көрген жоқпын. Яғни ол жерде отырып журналист емес, проповедник болған жоқ, ол журналистік позициясын сақтады. Кесіліп қалған жерде тағы мынадай бір мәселе болды. Ол үшінші әйел алдым дегенде, неге алдыңыз деп сұрады журналист. Сосын енді ол жас болды, мен өзімді өзім ұстап тұра алмай қалдым деген сияқты жауап берілді. Сол жерде Жанар керемет гениальный сұрақ қойды. Ал нәпсі деген сөз. Сіздер өзіңіз нәпсімен күресу керек дейсіздер. Сіз елдің алдында жүрген ұстазсыз. Сіздің нәпсіңіз қай жерде болды сонда дейді. Сол кезде анау кәдімгі бұрышқа тығылып қалды да, қонақ айтты, мойындады, мен нәпсімнен тұра алмадым, нәпсім сондай әлсіз болды деп. Сол кезде мысалға бүкіл жұрттың жаңағы керемет пір деп жүрген адамының қандай сол жерде жас қыздың алдында нәпсісін ұстай алмағанын ол журналист ретінде көрсетіп берді. Меніңше бұл да үлкен жеңіс, өйткені енді мен де дін туралы ештеңе айтпай ақ қояйын, өзімнің жеке пікірім бар, бірақ дінге жалпы осындай кейбір діннің ережелеріне, қоғамдағы оның пайдалануына біз өте аса мұқиятпен қарауымыз керек, иә, қоғам ретінде қайда бара жатқанымызды ойланатын болсақ. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде маған да көзіме түскен дүние, ол әлеуметтік желілерде бұл кейсті талқылаған кезде кейбір әріптестеріміз мысалға жалпы мұндай адамға сөз беру, мұндай адамға платформа беру қаншалықты дұрыс деген де болды. Бұл да қате көзқарас деп ойлаймын. Мысалға ол сіздің діни көзқарасыңызбен мына кісінің көзқарасы сай келмесе, бұл кісіні сөйлетуге болмайды деген сөз емес. Ол да азамат, ол да Қазақстан азаматы, оның да сөз бостандығы бар. Және тағы да мынандай кейс болды. Мүмкін зайырлы қоғамда осындай дінді зерттеген теологтарды шақырса болар еді, мына кісіден көр деген де болды. Ол да салыстыру дұрыс емес негізі. Сосын бұл контекстте мысалға дәл әйел құқығына келіп сол жері дау тудырғаны да негізі мысалға мынау Ахмет Ишан қорғаштап сөйлеген жоқ бұл. Тек қана журналистің сұрақтарына қатысты ғана жауап бердіңіз. Қабырға деп айтып қалып еді, қабырға мен контекст үлкейді де соны түсіндіре бастады. Яғни бұл жерде спикер шығып алып, менің көзқарасым бойынша бұл дұрыс, осылай әйелімді өзі сұрап еді, мен бере салдым, осылай болу керек, қоғамда осындай өзгеріс болу керек деген сияқты бір андай demanding дейді ғой, талап қоятын көзқарас болған жоқ. Сондықтан бұл жерде бір оны тіпті кес тастау керек деген кейспен де келіспеймін. Кес тастаса егер, журналист бұны дәл осы бөлігін кес тастаса, онда Құрбанәлі Ахметтің мүддесін қорғап қалған болады. Себебі ол қоғамдық тұлғаның мұндай көзқарасы қоғамда талқылану керек. Себебі бұған сенетін, бұның артынан ілесетін азаматтар бар. Дәл осындай контекстке қатысты бұл кісінің көзқарасын қоғам білуі, талқылауы маңызды деп ойлаймын. Яғни журналист бұл жерде кеспеу керек еді, бірақ заң бойынша талап еткен сияқты енді кесіліп қалды да. Біз бұл жерде көріп отырмыз, Ахметтің мүддесі қорғалған сияқты болып тұр. Амал жоқ, биліктің тапсырмасымен жаңағы заңды. Жалпы бұл тақырыпқа дәл қатысы жоқ, бірақ өзім Жанар Байсеміздің Байсеміз Лайф деген подкастын үзбей көруге тырысамын. Үзбей демей ақ қояйын, бір жартысын көретін шығармын, бір-екеуі шықса. Маған ұнайтыны, өйткені көп адамдар оны түсіне бермеуі мүмкін. Ол өзі осы каналдың атын рухани экзистенциалды сұрақтарды талқылайтын ізгілік туралы арна деп өзін сөйтіп позиция қояды. Яғни ол өзі сондай әдейі қоғамдағы құндылықтар, адам қалай өмір сүреді, біз барлығымыз өлеміз бір күні, содан кейін не болады деген сияқты сондай бір философиялық сұрақтарды қозғап көтеріп жүретіні маған ұнайды. Ондай жағдайда түрлі адамдардан сұхбат алу керек. Өйткені Қазақстанда шын мәнінде де кейбір діни бағыттардың ықпалы үлкен болып көбейіп кетіп, ол кейін тағы да бір діни емес топтарға да бір ықпалын тигізуі мүмкін. Сондықтан журналист ретінде мен сізбен келіспей отырғаным жаңағы қандай этикалық, меніңше ешқандай этика бұзылған жоқ. Бірақ енді сіздің айтқаныңыз да дұрыс шығар. Бір жерде дисклеймер қойып қойсам, мысалға әйел адам тауар емес деген сияқты, бірақ меніңше ол онсыз да түсінікті нәрсе деп назар аудармаған болу керек. Сондай менің жаңағы ойым осы. Біз айта кеткеніміз дұрыс сияқты, жаңа сіз бұл кісімен хабарласып, осы подкастқа шақырдыңыз.
бірақ ол кісі ауырып жатқанын денсаулық жағдайына байланысты. Біз Жанарды шақырдық, Жанармен үшеуміз отырып осы жерде оның өзінің түсініктемелерін тыңдаймыз ба деп есептеп едік, бірақ ол кісі қосыла алмады. Сондықтан болашақта осы подкастқа қатысқысы келетін журналистер болса хабарласыңыздар. Болашақ журналистер, студенттер бізді көріп отырса, жалпы дін сияқты тақырыптарды жазғанда, сол туралы айтқанда, сондай адамдармен жұмыс істегенде не нәрсеге назар аудару керек, айтып кете аласыз ба? Жалпы бұл өте нәзік тақырып болғаннан кейін сол тақырып төңірегінде көбірек зерттеп, көбірек білім игеріп бару керек. Мысалға, Жанар Байсеміздің өзі дәл осы Құрбанәлі Ахметтің бұрынғы айтқан пікірлеріне қатысты көп сұрақ қояды. Басында мысалға жалпы осы зікір салу болсын, жаңағы яссауи тану, ол Нақшбандиға қалай ауысты. Мысалға, мен ол контексттерді мүлде білмеймін. Мен сырттағы көрермен ретінде. Бірақ ол кісі демек зерттеген, соған қатысты сұрақтар қойды. Сол сияқты кез келген болашақ журналистер, жалпы журналистер мұндай тақырыпты көтерерде келетін спикерді жақсылап зерттеу керек, және оны адам тұрғысынан мұқият оның пікірлеріне анализ жасау керек. Егер кереғар жағдай болса, оған сұрақ дайындау керек. Жалпы спикерді ашып, қоғамдағы оқиғаларға өзінің позицияларын түсіндіріп беруіне мүмкіндік беру керек, және егер ол адам құқықтарына қарсы немесе Қазақстан заңдарына қайшы бір әрекеттермен ұштасатын болса, оған қатысты өзекті сұрақтар қоя білу керек. Сол өте маңызды, себебі мына жерде жаңа айттық қой, біз Жанар Байсеміз күтпей қалған сияқты, қойыңызшы, мүмкін дер кезінде сондай сұраныс келген сұрақ қоя алмаған болуы да мүмкін. Ол кісі әлі өзі ашық бұл кейсті түсіндірген жоқ. Сондықтан кез келген тұтқиылдан келіп қалатын бір кереғар пікірге дайын болу керек. Ол үшін әрине көбірек білім керек. Дәл сол тақырыпта терең зерттеп, дайындықпен барған дұрыс деп. 100% қосыламын, және бір сөз бар, дінге қатысты тақырыпты көтерген кезде барлығына жаңағы сеніп, осылай айтты екен деп барлығына сеніп мақұлдап отыра беру болмайды. Әрине барлығын факт тексеру арқылы беру керек. Бірақ бір мәселені әрқашан есте ұстаған жөн, басқа адамдардың наным сеніміне күліп, немесе жоғарыдан төмен қарап, мысқылдап, немесе олардың айтқанына жаңағы салмақты қабылдамау, ол ең үлкен өрескел этикалық қате болып есептеледі. Соны әрқашан есте ұстап отырайық. Осыған ұқсас мен де бір-екі кейс қарадым. Өткенде мүмкін сіз де көрген шығарсыз. BBC-дің Трамппен болған дауы болды осыған дейін. 21 жылы Трамп 21 жылы қаңтарда Трамп Вашингтонда үлкен жиын өткізіп, мага қолдаушыларын жинады да, сөйтіп президент сайлауының сертификациясына кедергі келтіреміз деп. Жалпы бұған қарсы күш көрсетуіміз керек деп. Сол кезде сөйлеген сөзін BBC былтыр шыққан бір деректі фильмде көрсетеді. Сол жерде екі пікірі ортасында 50 минут кесіліп, бұлай монтаждалған. Сол сынға қалды. Жалпы монтаждау этикасына қатысты айтқым келіп отыр. Мысалға біз мына контекст үлкен дау тудырды, қоғам талқыланды. Бірақ үкіметтің талабымен болды ма, Жанар Байсеміз дәл сол дау тудырған жерін кесіп тастады. Енді оны контекст білгісі келген адамдар, жалпы мына келген спикерге қатысты көзқарасын тағы да тереңдеткісі келген адамдар қарай алмайды. Әрине оның бір бөліктері кетіп қалды, әртүрлі әлеуметтік желілерге сөзден табу мүмкін, бірақ мына толық контексте жоқ деген сөз да. Мысалы BBC-дің жағдайында BBC кәдімгідей қателесті, Дональд Трамп оларды сотқа берді де, сотта жеңіп шықты. BBC-дің басшылығы кешірім сұрады, редакторлар жұмыстан кетті. Себебі ол жерде айыптау элементі бар. Мысалға Трамп айтады, біз қазір Конгресске барып, Конгресстегі үкіметтерден сертификацияға қол қоймауды талап етеміз дейді да, сөйтіп we fight like hell деген контекстті қосып жүреді. Ол жерде бірге айтылмаған. Яғни incitement дейді, яғни бір дүрбелеңге, бір сондай заңсыз хаосқа әкелетін, бір соған итермелейтін сөзді айтпаған Трамп, оны контекстті кесіп тастап беріп отыр. Сол сияқты кейде спикерді қорғайтын монтаждар болады. Мысалға
24 жылы президент сайлауы кезінде Камала Харрис CBS-ке қателеспесем сұхбат берді де, сол жерде сіз Нетаньяхудың қазіргі шешімдеріне қатысты қалай ойлайсыз деп сұрайды CBS-дің журналисті. Сол кезде Камала Харрис өте нашар жауап береді. Кәдімгідей иә контекст сосын оны қорғаштап монтаждап жібереді, иә. сол жерін кесіп тастайды да, жақсы жауап берген жерін алып келіп жаңағы жауапқа қойып қояды. Оған қатысты да Трамп сотқа берді, CBS-ті жеңіп шықты мысалға. Ол жаңағы кандидаттарды әділ көрсету заңына қайшы деп. Жалпы монтаж кезінде де осындай элементтер бар. Бұған тиіспеу керек еді, видео тұрған күйінде қалу керек еді деп ойлаймын. Монтаж кесу шешімі әрине үкіметтен талап болған шығар, білмейміз оның контекст не болғанын. Мүмкін өзі Монтаж түсіндіреді этикасы шығар. туралы дұрыс айттыңыз, жолдас. Өйткені жалпы мысалға жаңалықтарда түсірілген видеоның тіпті түсін өзгертуге де болмайды. Немесе монтаждаған кезде жаңағы қатты кроп жасап, немесе мысалға бір объектіні кесіп тастап, сөйтуге де болмайды. Өйткені бүкіл контекст түсінікті болу керек. Тіпті сондай мысалға кейбіреулер журналистикадан алыс адамдар айтып жатады. Мысалға кейбірде видео түсірген кезде осыны жаңалықтарға беруге болады деген видео болатын болса, кішкене түсін өзгертейік деп едік, түсін қанықтырайық деп едік деген сияқты. Былай қарасаң бір қатты ондай қауіпті ештеңе жоқ, бірақ тіпті соның өзіне рұқсат берілмейді. Сондықтан түстің өзін өзгертпей тұрған кезде дауыстың өзін интершумдарын алып тастамай барлығы қалу керек, қалай болды солай кету керек. Сондықтан монтаж туралы дұрыс айтып отырсыз. Журналистке халықтың сенімі кетпеу үшін әрқашан әрине не бар соны беріп отыру керек. Осымен біраз талқылап тастаған сияқтымын, жолдас, алып қосарыңыз болса. Менің алып қосарым жоқ, бірақ Жанар Байсеміз алдағы уақытта бұл кейсті терең түсіндіреді шығар деген үміттемін. Себебі бұл да журналистің жауапкершілігі, оның контенті қоғамда дау тудырса, оған қатысты ашық түсіндірме жүргізуі кез келген редакцияның және журналистің міндеті деп ойлаймын. Ол өзі де кеше желіде жазып жатты, мен ауырып жатырмын, емделіп болғасын бәрін түсіндірем деп кейбір посттарға ашумен пікір жазған көрдім. Жоқ, барлығы жанарға жабылып жатыр да. Мысалға осыған дейін көп хабарда да, Қазақстанда басқа арнада екі әйел алу, тоқал алу деп бір ток-шоуларға шығып жатты ғой. Сол кезде журналистердің тоқал алу дұрыс емес, әйел адамның құқығын бұзған деп айтқанын көрген жоқпын. Ешкім бұл жерде ештеңе демемеді. Бұл жерде барлығы жанарға жабылып жатыр да. Сондықтан әділ болайық дегенім ғой. Келсем. Бұл жерде қатты кеткен адамдар да болды, тіпті ашуыздан төңірегінде өте қатты сөздер жазғандар да болды. Ондай әрекетке бармау керек деп ойлаймын. Және бүгінгі историяның контекстінде, жолдас, сіздің пікіріңізді білмеймін, мен тоқал алуға мүлдем қарсымын. Үзілді кесілді менің позициям біреуге қызық болып жатса. Әрине, ол адам құқығы тұрғысынан дұрыс емес шешім. Бұл бұрынғының элементі, бұрынғы патриархалдық қоғамның элементі. Біз оны қазіргі дәуірге сүйреп алып келуіміз, құндылықтарымыз сонымен байлауымыз өте орынсыз деп ойлаймын. Одан арылуымыз керек. Онда осы ұранмен бүгінгі шығарылымызды аяқтаймыз. Комментарий қалдырып, сіздер этика бұл жерде бұзылды ма, бұзылған жоқ па, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Әрине, және тақырыптарға ұсыныстарыңыз болса, немесе осы эфирге қосылып бізбен бірге талқылағыңыздар келсе де, біз оған ашықпыз. Әлеуметтік желілерде өзімізге жекеге жазып, немесе поштамызға жазып хабар берсеңіздер болады. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.